Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын пончиктер дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен жылы сүтімізді құямыз, үстінен жұмыртқаны, қантты және де бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Егер де сары май бөлме температурасында болмаса, ертіп алып құйсаңыз да болады. Және үстінен ашытқыны саламыз. Жақсылап тұрып араластырып, електен өткізілген, өлшеніп дайындаған ұнымызды салатын боламыз. Бұл жерде видеоға ұн салған жер түспей қалған. Мінекей, ұнды салғаннан кейін жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Осындай болып үлпілдеп көтеріледі. Және де енді қамырды жаямыз. Қатты жұқа болмау қажет. Шамамен 1 см көлемінде болады. Осылай барлығын жайып алғаннан кейін кез келген дөңгелек ыдыстың көмегімен кесіп шығамыз. Және де жан жағындағы артық қамырларды бөлек алып қоямыз. Оларды да дөңгелек етіп жасап барлығын пісіріп аламыз. Мен осындай насатка қолдандым. Осы насаткамен тағы да пончиктің ортасын кесіп шығамыз. Және бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қалған қамырды да дәл осылай жасаймыз. Майды міндетті түрде қыздырып алу қажет. Осылай қызып тұрған майымызға пончиктерді пісіріп аламыз. Асты оттың қатты ашпау қажет, орташа көлемде болуы керек. Мінекей пончиктер дайын болды. Мен балаларға арнап осындай жартысына бетіне шоколад құйдым. Өз қалауынша әсемдеп ұсынсаңыз болады. Пончиктер өте дәмді болып шығады, әрі жұп-жұмсақ болады, және де ортасы осылай пісіп, әдемі болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.